Қазір енді бұйырса әсел қыздарыңыз жеңгелерімен келетін болады. Сіздер мына жерге жайғасып алыңыздаршы, үлкендеріміз қайда? Құдаларымыз. Так, ресторанға келдік. Тойды бастап жібердік. Сырға салайын деп жатыр. Келінге қызымызға сырға салайын. Нұр жауып тұрған күн бұл. Одан қалды. Нұрлан бір көбейді бар қантек осы әулетте. Нұрдың үстіне нұр болайын деп тұр, в общем. Ал ыңғайланып алыңыздар. Жеңгелері дайын болса. Ал енді бір шапалақтың дауысын естіп алайыншы. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Рахмет. Енді құрметті ағайын, жақсылар мен жайсаңдар, баршаңыздар қош келіп жатсыздар. Жаңа шаңырақта айтып өткендей, сырға салу рәсіміне бет бұрайық. Енді рұқсат болса, қош жеңгесімен біздің Гүлнафистай қызымызды ортаға алдырайық. Сіздердің құрметті қошеметтеріңізбен осы үйдің әдемі бір ақ патшасы, әдемі бір қызымыз Гүлнафисті ортаға алдырайық. Бір қошемет соғып қойыңыздар, жеңгелермен бірге. Не деген қошемет, не деген шапалақ мына Құдай-ау. Гүлнафис келе жатыр. Бәрімен көрісіп шығыңыздар. Жеңгелерімен бірге айдай сұлу Гүлнафис. Ай десе ауызы бар, күн десе көзі бар. Біздің Гүлнафис. Алла қаласа сырға алматынайын деп жатыр екен. Ал, рахмет, ал. Жеңгелермен бірге тұра қойыңыздар. Мен құдаларға қарай микрофонды ұсынайын. Өздеріңіздің айтатындарыңызды айтып, содан кейін жөн жоралғыларыңызды жасай қоярсыздар. Ал, сөз кезек өздеріңізде. Ал, құрметті құда, құдағай, құдашалар, енді аузымыз толтырып құда-құдағайлар деп айтуға айталамыз. Өйткені жаңа құдағайлы үйіне барып, құданың әулетін көріп, танысып, құдағайлардың рұқсатын алып, жеңіл келіп, ауыр кетеміз деген үмітімізбен мәз болып отырған жайымыз бар. Құрметті қонақтар, мына бүгінгі сырға салу рәсіміне бәріңізге де қош келдіңдер деп айтқым келеді. Қош келдіңіздер. Енді мен кішкене бір айта кетейін дегенім, біздің ұлымыз, мынау біздің бір көптен күткен той. Ұлымыз Нұрлан, жаңа құданың аты да Нұрлан екен, үлкен баласының құдағайдың. Құтты болсын деп айтқым келеді. Әулетіңізге құрметті құдағай, тағы бір Нұрлан келіп жатыр. Әулетіңіз нұрлана берсін. Балаларыңыздың қызығын көріп, немере шөбереңіздің қызығын көруге Алла тағала нәсіп етсін. Біздер енді Нұрланымыздың бірінші Халила құдағайыңыз звондап айтқанда, мен былай дедім, айналайын. Мен о қызды көрген жоқпын, я уже люблю дедім көкесі. Айналайын, бақытты бол, қадамың құтты болсын. Судай сіңіп, тастай бат дейді ғой қазақ. Менің тілегім айналайын, мен үлкен апаңмын. Мына атаңның, Алла қосса, атаң мен енеңнің, мен үлкен апалары болам, атаңның үлкен апасымын айналайын. Ақ күміс атым 58 жылымын, жаңа мына құрдастарымды көріп қуанып мәз болып жатырмын. Мына үлкен құдағайларды көріп жатырмыз. Ата әжеңнің құдағайларын, әулеттің құдағайын бірге жүрген. Соның бәріне біздер көзіміз жетіп, көріп, танысып, қуанып жатырмыз айналайын. Қадамың құтты болсын. Қазір сенің құлағыңа сырға салып, Алла қосса, үйімізге алып кететін жайымыз бар жаным. Қадамың құтты болсын айналайын. Мына енеңнің жолын басып, ізін басып, сол әулетті, әлгі қазақ айтады ғой,
бір шаңырақ келінсіз көтерілмейді, бір кереге келінсіз керілмейді деп. Шаңырағымыз, тағы бір шаңырағымыз, отау шаңырағымыз Алла болса көтерілейін деп жатыр сенің арқаңда жаным. Келін болып түсейін деп жатсың тамай еліне, Алла болса. Мына енеңнің ізін басуға Алла тағала нәсіп етсін. Сол әулетті, біздің әулетімізді бүрлі шөбелі қылып, атағын шығару Алла тағала нәсіп етсін. Сол тілегім. Құдағай, құтты құдағай болайық. Тағы бір құдағай келіп жатыр біздің әулетімізге, менің әулетіме деп айтайын. Тағы бір құдағай Алла болса, сол құдағайлығымыз 1000 жылдық болсын айналайын құдағай. Амин, амин, амин. Балдарымыз, келіндеріміз, күйеу балаларың сендердің 100 жылдық болуға Алла тағала нәсіп етсін. Бәріміз де сізді көргенімізге қуанып, әлі өрісіміз өсіп жатырғанына біздер қуаныштымыз. Ой, бәрекелді. Келін келіп жатыр. Бір баламыз 2 бала болып жатыр. Ұзағынан болсын, бақытты болыңдар. Амин. Құдалығымыз дейтін 1000 жылдық болсын. Өмірлі шүбірлі болыңдар. Өте қуаныштымыз. Рахмет құрметтеріңізге. Алладан қайтып. Сразу екі жеңесіне міне көрдіктен басталады. Қайнағасының көрдігі. Әлжан деген біздің келіншегіміз. Әлжан, қазір сырға салатын Әлжанның келіншегі Гүлнара біздің келіншек келініміз айналайын. Осылардың ізін басасын жаным. Мына қайнаған екі жеңгеңе көрімдігін беріп жатыр. Ұзағынан болсын. Құтты болсын көрімдігін. Ал қолдарыңыз құтты болсын сіздерге. Қызымызды? Ya, Işıksız günlere gülmesi ayıptı. Onlarına şayxanmağa yıktı. Her el bakıttı, oluğa layıktı. Anasız tuğan, görben kayıp. Ne degen qo'shimit, ne degen shapalaq bor. Özümü saydım, her bir muhtirdim. Ardında duradım. El bakıttı, muğluğa layıktı. Her bir muhtirdim. Ardında duradım. El bakıttı, muğluğa layıktı. Boyunda yine var, münnesi bayıktı. Kışıksız günlere gülmesi ayıptı. Onda bir amanan. Al, Gülnamiz Sırgal Matanuca bırakayım. Қолдарыңыз құтты болсын, құдағай. Мақтадай жүрегім несіне қаймықты, саған көтерген соншама қаймықты. Нағыз азамат әйелдің тілегі, әйел бақытты болуға лайықты. Нағыз азамат әйелдің тілегі. Al, qo'shimit shapalaq ayqay shu barmi? Rahmet. Души тебя. Пусть эти серьги принесут тебе счастье, любовь. Поздравляю с Нурланом. Пусть будет у вас долгая, счастливая семейная жизнь. Семья будет крепкой, пусть будет большой, дружной. Счастья вам желаю. Al endi. Ya. Ал енді құрметті қауым, ассалаумағалейкум бәріңізге. Өз есімім Әлжан болады. Апам, ағаларым айтып кеткендей, ал мына бүгін Құдай қонақ болып келіп, құда болып шығып жатырмыз. Құтты болсын, қуанышы ұзағынан болсын. Amin. Мына құдалығымыз 10 жылдық болып, осы тек аман сау болып, бір-біріне қуанып көргенде сәлемі дұрыс болып дей берейік. Әмин, құтты болсын. Мынау нағыз ер азамат, Гүлнафистей қыздың жүрегін жаулаған, осы әулетке күйеу бала болып жатқан, Нұрландай күйеу балаларыңызды бір қошеметпен қарсы алайық.
құрмет көрсетейік. Ал, Нұрлан. О. Қорғаймын барасың намысым қолдан берген. Ал, рахмет. Ал, Нұрлан, қош келдік. Иә. Мынау ер жігіттің 3 жұрты бар дейді. Бірінші өз жұртың болса, одан кейін нағаш жұртың болса, үшінші қайын жұртың дейді. Мынау сенің қайын жұртың, Нұрлан. Иә. Қолыңды кеудеңе қойып қойды, ассалаумағалейкум деп бір амандасып қой қайын жұртыңа. Ассалаумағалейкум. Ал, уағалейкум ассалам деп қошемет соғып қояйық. Иә. Күйеу балаларыңыз осы. Иә, нағыз ер жігіт, нағыз азамат. Иә, жұмыс десе жұмыс жасайды, оқу десе оқуды да оқиды. Барлығын қолынан келеді. Просто жаңа сыртта осының бәрін айтып кетші деп маған. Сөз тыңдайтын уақыт, әдем бір қош келдік лебізі. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Қызымыз Гүлнәбидің ұзату тойына асау отырсыздар. Құдалар құтты болсын. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі бізді батқан қабілетіне қош келдіңіздер. Гүлнәбидің ұзату тойына саға салу рахмет. Қош келдіңіздер. Жаңадан келіп жатқан құда-құдағайға қош келіп жатсыздар. Өте ризамын. Рұқсат, тамақтана отырыңыздар. Астаналыға рұқсат деп жатыр, наннамаса ауыз деп жатырыңыздар. Дәмдеген сусындардан алып шығып отырыңыздар. Рөмкілеріңіздің бокалдарын ашып, тығындарын ашып, бокалдарға құйып отырыңыздар. Қош келдіңіздер. Той қаласын. Жастар, бақытты болыңыздар ай. Сосын түсеміз. Мыналар. Ал, жайғасайық, стол басынан табылайық қазір. Антырат уақытына келіп қалып жатыр, баталамыз. Фото, сразу. Қыздар алып кетейік. Қыздар алып кетейік. Қош үшін. Рахмет. Ал қызын жаңадан келіп жатқан қоғаларымыздан алатын боламыз. Ләке әумин деп қол жайық. Әумин. Ернар, қолың жай. Ассалаумағалейкум. Құдаларымыз мәңгі болсын. Ниетіміз әрқашанда ақ болсын. Дастарханымыз дәмді, көңіліміз сәнді, берекеміз арта берсін. Екі жасың бақытты болсын. Аумин. Қатты видео басыңдар ай. Код түспектесін демейді. Так, қош келдіңіздер. Сөз кезегі өздеріңізде әдем бір лебіз кезегі болсын. Әдем жолдау кезегі. Так, Талғаттан бастаймыз ба? Так, өзің. Ассалаумағалейкум, құрметті ағаларым. Құдалар. Қош келдіңіздер. Бұл жылдық жауалайым. Бүгін енді батқан туралы үлкен той болып жатыр. Жақсы күшті өтіп жатыр. Аман болайық, сау болайық, үйіңіздер аман болсын. Жастарға енді деймін, жастарға. Бақытты олар Гүлнәбис барған жерге құс сияқты бақытты бол. Судай батып тастайсың. Күйбала аман сау бол, енді түрке ғана керемет жүк сиясың. Ардасымыздар ете, Бақытты болыңдар. Сіздер бақытты болсыңдар, біздер бақытты боламыз.
енді отбасында ыдыс-аяқ шылдырмай тұрмайды, бәрі де болады, енді бәрін соның бәрін ішіп шығу керек. Давай, аман болыңдар, бақытты болыңдар. Мен айтып кетейін, кетемін қазір. Ал дос тыңдай. Жұмысында, ісінде, Жүріп отырмыз. қуаныштың өзінің бәрін, істеп бәрін алып, өзінің жұмысында, өзінің істеуісін, молодец. Нұрлан екеуің бақытты бол. Баршаңызға кеш жарық. Айман апа, Нұрлан, Зиягүл тойларыңыз құтты болсын, той-тойға болсын, екі бақытты болсын. Келген құдағаларға қадамдарына гүл жетсін. Я сама буду, на русском буду говорить, я сама в этой семье 13 лет уже как сноха. Я тоже сборлена, всем привет. Дала сборлена, так что они классные, 100%, я уже вижу. Вы написаны, Нурлан, я вас чисто от сердца до сердца поздравляю с таким прекрасным днем. Вы написаны, будь счастлива, береги себя, Нурлан, ты тоже ее береги. Надо же, да, так, Нурлан. Будьте счастливы, пусть у вас все будет хорошо. Я думаю, у вас это союз такой осознанный, классный. Вы к этому пришли вдвоем спустя столько времени. Каждому свое, как говорится. Я думаю, вы будете друг друга беречь, ценить, любить. Ассалаумағалейкум досым. Мен 2-7 жылдан мен Нұржан Айгүлевске сын тазылам. Жаңа Борисова мен. Даже сұраған ба дейді? Сұлтан. Молодец. Так, енді Нәфис. Бүгінгі алтау оралсын. Бағастап дейм. Тоже не знаю, что сказать. Әңгіме бітті. Микрофон. Айман апа, бүгін бір балаңыз екі бала болып жатыр. Осылай ақтастарқанға әрдайым осылай жақсылықтар кездесе берейік. Ақтастарқан жайлап жүрсін, қуанышқа әрдайым. Қызыңыз бақытты болсын. Бағашылық. Нұрлан енді құтты болсын, бақытты отбасылардың қатарынан болыңдар. Тек жақсы болсын отбасылар. Бүгін сіздер аман болсын. Олар адамдарыңызға көресін, аман болыңдар. Тек осылай көрген орындау, қуаныштарда жүріңіздер. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі Айман апа, Нұрлан шаңырақтарыңызға бақытты болады, құттықтаймын. Диқа, сөзің бер. Нәфис Нұрлан, көтеріп жатқан шаңырақтарың биік болсын, бақытты болсыңдар. Бар жақсылықты тілеймін. Құдалар қош келіп жатсыңдар, қадамдарына гүл бітсін. Бақытты болыңыздар. Айман апа, Нұрлан, Зиягүл, бүгінгі қуанышты күндеріңіз құтты болсын. Қыз беру оңай емес болғанмен де бұл өте қуанышты күн. Өйткені құтты орнына қонып жатыр Гүлнәфис. Екі ортада орналасқан бүгінгі алтын көпір мәңгілік болсын. Құда-құдағилардың арасындағы сыйларыңыз ұзақ болсын. Бар жақсылықты тілеймін жастарға. Алла қойған мақсаттарына сүрінбей жете беріңіздер. Айтыңыздар. Айман апа, тойыңыз құтты болсын. Құдалар қадамдарың құтты болсын. Құдаларың жылдық болсын, күйеуіңіз жылдық болсын. Гүлнәфис Нұрлан, некелеріңіз бақытты болсын, баянды болсын. Отбасыларды тек алға ұстап, үлгі тұтар отбасы болып, бақытты да баянды болып сөйлеңіздер. Сылтау айтқанда біз көппіз деп шүкірміз енді. Барымыз осы, келгеніміз енді. Біз көп емеспіз.
Şartımızda әдемі сыңсу айтып шығарып салатын боламыз. Яғни айтқанда құдаларымызға және де күйеу баламыз Нұрланға табыстайтын боламыз. Құдаларымыз қош келдіңіздер. Есік алдына қарай шыға беріңіздер. Бір қошемет салып қойыңыздар құдаларымызға. Рахмет. Ал енді ортада коридор болып тұрайық. Қызымызды, живой коридор істейік. Жезде, сен ақ жолды басып жатсың. Бұл ақ жолды басу 2000 теңге штраф қазір. Ал алақаннан ұшқан аққуым барасың ұзақ шалғайға, қанаты қалқам қалмай ма дейді, жаныңа медеу болмай ма дейді. Сүрінбе қызым, құлама қызым, больше бізден ақша сұрама қызым дегендей. Енді рұқсат болса, осы жерде құдаларымызға, құдағиларымызға әдемі бір сыңсумен, әдемі әнмен, живой коридормен Гүлнафис қыздарыңызды ұядан әдемі бір әнмен шығарып салайық. Яғни айтқанда Нұрланға табыстайық. Ал кеттік, той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Шапалақ не деген қошеметін ал. Жарыққа ұмтылған, жадыра құбырған, осынау өлкенің гүледің, өмірдің заңы бұл көнесін бәрібір. Ел жүрек тұрса да жүрегін, әкешім дарашым, ақ жүрек анашым, жүрмейді қызым деп жанында өсірген ауылын, ағайын бауырын, қол бұлғап қалуда сонында. Бағын жаздың барған жеріңді, айналасын аппақ келінге, арқа сүйер азаматыңмен, бақытты болшы бұл өмірде. Бағын жаздың барған жеріңде, айналасын аппақ келінге, арқа сүйер азаматыңмен, бақытты болшы бұл өмірде. Артыңа қарама, барған жеріңе тастай батып солайсың. Гүлнафис, бақытты бол, бәрімен еліңмен қоштасып ау. Бақытты қылар деп күтіп тұр бір жат жерге барасың, орамал таққасың орамал, жарына болады, сен енді келінсің, анасың. Анашың сияқты арменен ұятты, жанына мәңгілік сирым қыл, туылған мекенді асқартуан енді, сағынсаң қонақ болып келіп тұр. Ай, бәрекелді. Ал Нұрлан, алып кет қыздар.